Жалпы қазір көп адамдарда қорқыныш бар. Әйтеуір бір нәрседен қорқып жүреді. Мен осы кезде өзімнің кішкентай баламды мысалға келтіріп айтқым келіп отыр. Балам жасы 10-да, ол жалғыз қалуға қараңғыда қорқады. Қараңғыда жалғыз өзі жатқысы келмейді. Бұның себебін анасы ретінде, психосомолог ретінде жұмыс жасадым. Сонда бұның түпкі себебі сол кішкентай кезінде ағасы екеуі ойнап жүргенде бұны туалетке светті өшіріп қамап қойған. Айтқан істемеген үшін. Содан бұның миы не істеп тұр? Қараңғыдан қорғап тұр. Яғни қараңғыда қалса сол оқиға триггер бұған ойнайды да қорғану қабілетін жібереді бұған. Сөйтіп сол жерде қараңғыға барғысы келмейді. Енді осының түпкі себебін анықтап жұмыс жасадық қой. Енді бала қазір қараңғыда болсын, жалғыз болсын жата береді, қорықпайды. Өйткені оның түпкі себебі анықталды, неден болғаны. Әр нәрсенің өзінің себебі болады, әр аурудың өзінің психосоматикасы болады. Соның түпкі себебін, триггерін анықтаған кезде ол міндетті түрде аурудан да жазылады, қорқыныштан да құтылады. Сондықтан бұл мен өзімнің практикамнан айтып отқан нәрсем. Қорқыныштарыңыз бар болса, өңдеуге болады, түпкі себебін анықтап. Сондықтан менің жеке кеңесіме жазылсаңыздар болады. Онлайнда, офлайнда қабылдаймын. Астанада тұрамын. Психолог, психосоматолог Гүлзира ханым.